Сәлем достар. Бүгін сіздермен біз парча лентасынан мынадай әдемі бантик дайындайтын боламыз. Өте сәнді көрінеді. Ол үшін бізге қажет болады. Мына лентасына 30 см қырқып аламыз. Келесі 26 см, 25 см және 24 см қылып 4 см парчадан қырқып аламыз. Және мен мынадай ортасына моншақтар тігіп шықтым. Безендіру мақсатында өте әдемі қылып көрсетеді. Ал енді іске кірісейік.
енді достар, қазір біз бантигімізді безендіретін боламыз. Ол үшін мен ортасына моншақ тығып шығатын боламын қазір. Моншаққа мен мынандай кішкентай ақ моншақтарды пайдаланамын. Және бұны жылқымен тігіп шығатын боламыз.
Міне достар, осымен біздің бантигіміз дайын болды. Өте әдемі көрінеді. Және бұларды кештерге тағып баруға өте ыңғайлы деп ойлаймын. Және бір айта кетерлік жайт, парча лентасы өте отқа тез тұтанғыш келеді. Сол себепті оны жан-жағын күйдірген кезде абайлап қолданасыздар. Егер де менің жасаған бантигім сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз және пікір қалдыра кетіңіз.